Қайырлы күн достар, үй жағдайында йогурт дайындау әдісін сіздерге ұсынбақшымын. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге 100 грамдай айран керек болады. Сүт пен айранның температурасы маңызды емес, және тосап, кез келген тосапты қолдана берсеңіздер болады. Сонымен қатар мен сіздерге жақын арада басқа да йогурттардың үй жағдайында қалай дайындалуын сіздерге көрсетемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ал енді йогуртты дайындауға кірісейік. Бізге айран керек. Айранға біз кез келген тосапты осылай сұйығын құйып саламыз және жақсылап араластырамыз. Және үстіне сәл ғана бір қасықтай сүт құямыз. Яғни менің қазіргі дайындап жатқан йогуртым тек бір ғана адамға арналған. Сонымен қатар осыған қосымша граммдарды көбейтіп, бірнеше адамға арнап жасауларыңызға болады. Менің осы йогуртым дайын болды. Мен осыны ыдысқа құйып, кез келген өзіңіздің жақындарыңызға ұсынуларыңызға болады. Достар, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы.